Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында тауық пісіретін боламыз. Бізге ең алдымен тауығымыз қажет. Енді тауығымыздың үстіне жағатын приправаны дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 ас қасық соевый соус қажет. Оның үстіне 1 чай қасық паприка қосамыз. Енді осының үстіне универсальный приправа қосамыз 1 чай қасық. Одан кейін дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш және де тауыққа арналған арнайы приправаны қосамыз. Одан кейін 1 дана сарымсағымызды осылай теркадан майдалап өткіземіз. Оны қосамыз. Енді осының үстіне 1 ас қасық майонез, 1 ас қасық кетчуп қосып және де дәміне қарай тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз, өйткені барлық дәмдеуіштер бір-бірімен жақсылап араласуы қажет. Дайын болған массаны енді тауығымыздың барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Барлық жеріне тию қажет. Тауығымыздың барлық жерін жағып болғаннан кейін, оны бір шетке қойып қоямыз. Дәмдеуіштер сіңуі қажет. Енді бізге 4 дана картоп, 1 сабыз және де 1 қызанақ қажет. Осылардың барлығын пышақтың көмегімен турап шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп майдалап бөліктерге бөлеміз. Біздің көкөністеріміз әдемі болып тұру үшін осындай пышақтың көмегін пайдаланған болатынмын. Егер сіздерде жоқ болса, кәдімгі пышақпен турай берсеңіздер болады. Барлығын бірдей формада турап шығамыз. Міне көкөністердің барлығын турап шықтық, барлығы бірдей формада шықты. Енді оның үстіне дәмдеуіштерін қосатын боламыз. Ең алдымен тұзымызды қосамыз. Оның үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка қосамыз. Оның үстіне универсальный приправамызды қосамыз. Және де сұйық май қосамыз. Сұйық майымызды қосып болғаннан кейін, оның үстіне 2 ас қасық майонез қосамыз. Және де қолымыздың көмегімен жақсылап біркелкі етіп, барлығына тигізіп, араластырып шығамыз. Осы рецептке қандай заттар қосылды, қандай мөлшерде қосылды, видео астына жазып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Осы рецепт бойынша тауықтарыңызды жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де өте сочный болады. Сөзсіз барлықтарыңызға ұнайтын болады, сол себептен жасап көріңіздер. Енді осыған майымызды жағып, жаңағы дайындаған көкөністердің барлығын осының үстіне қоятын боламыз. Көкөністердің барлығын салып болғаннан кейін қызып тұрған духовкаға видеода көрсетілгендей етіп саламыз. Енді бізге тауығымызды салу қажет. Тауықты видеода көрсетілгендей, яғни арнайы темірге саламыз. Тауықты пісіру барысында тауықтың алдын, артын аударып отырамыз. Барлық жері күйіп пісуі қажет. Міне біздің тауығымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!